Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай меренге рулет дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең хит рулеттердің бірі. Ауызда еритін болады. Өте жұмсақ әрі өте дәмді. Бір жасалу жолын үйреніп алсаңыздар, міндетті түрде жиі жасайтын боласыздар. Ең алдымен жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын ажыратып, ақуызын аламыз. Бұл жерде басты нәрсе ыдысымыз және миксеріміздің венчигі құрғақ болу керек. Құрғақ болу үшін оны қағаз сүлгімен сүртіп алуға болады. Ыдысымыз таза болмаса, меренгіміз шықпай қалады. Ақуызымызды шамамен 3 минуттай араластырамыз, көпіріп ағара бастағанша. Ағарған соң қантымызды аздан қоса отырып, миксердің жылдамдығын жоғарылатамыз. Аппақ масса болғанша миксерлейміз. Ақуызымыз өз формасын жақсы ұстайтындай, ыдысымызды төңкергенде ақуызымыз ағып кетпейтіндей болу керек. Формасын ұстап, жақсы араласқан болса, шым-шым лимон қышқылын салып, тағы да миксерлейміз. Менде видеода түсірілмей қалыпты. Сіздер міндетті түрде қосыңыздар. Енді бір ас қасық крахмалымызды салып, 5-10 секундтай ғана араластырамыз. Байқасаңыздар, миксермен араластырып жатқан уақытта формасы көрінеді. Яғни осылай өз формасын ұстап ақпауы керек. Қолымызбен де байқауға болады. Ал енді пергаментный қағазымызды алып, өзіміздің қамырымызды лопатканың көмегімен жақсылап жайып шығамыз. Сапалы пергамент қағазын пайдалану керек. Егер сапасыз болса, меренге жабысып қалады. Осылай толығымен біркелкі етіп, тегістеп шығамыз. Қызып тұрған пеште 150 градуста 25-30 минут пісіреміз. Ол піскенше кремін дайындаймыз. Кремді дайындау үшін салқын кілегей қажет. Кілегей міндетті түрде 33% болу керек. Кремге қажетті заттарды таразының көмегімен өлшеп жасаймын. Грамдарын описанияға қалдырдым. Ең алдымен салқын кілегейімізді миксердің көмегімен жай жылдамдықпен бастаймыз. Кішкене қоюланғанда қант ұнтағын саламыз. Формасын жақсы ұстағанға дейін миксерлейміз. Ұзақ миксерлеуге болмайды, іріп кетуі мүмкін. Біздің креміміз дайын. Меренгенің піскенін білу үшін оның сырты осылай сарғаю керек. Содан соң меренгімізді алып, сүлгіге немесе мен сияқты пергамент қағазына аударып саласыздар. Бірден пергамент қағазды алып тастасаңыздар да болады, немесе суыған соңында алсаңыздар болады. 15-20 минуттай толықтай суытамыз. Дайын болған кремді бетіне жағып шығамыз. Кремнің бетіне қалауыңызша жемістер салуға болады. Немесе еш нәрсе салмай, кремді жағып қойсаңыздар да оның өзі әдемі болып шығады. Ал енді рулетті орап бастаймыз. Ол үшін осы рулеттің астында пергамент қағаздың немесе сүлгі пайдалансаңыз, сүлгінің көмегімен жайлап жоғарыға көтеріп отырып, осылай аударатын боламыз. Барлығын жақсылап орап шығамыз. Тәрелкеге салып, бетін қалауыңызша әсемдеуге болады. Үстіне қалған кремді жағып, әсемдедім. Бұл рулеттің дәмі ерекше болып шығады. Өйткені бұл күнделікті жасалатын ұннан дайындалмайды. Дәмі безге, зефирге ұқсас болып келеді. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.